Қызыл саңырау құлақтар деген тез әрі дәмді болатын тамақ. Тауық етіне 2 жұмыртқа, 1 шай қасық паприка, 2 ас қасық қаймақ, 1 шай қасық тұз, сосын 2 ас қасық манной каша қосамыз да араластырып аламыз. Араластырып дайындап алған котлеттерімізді сұйық майға 2 жағын қуырып аламыз. Бірінші бір жағын, сосын екінші жағын айналдырып, барлығын бір жерге жинап қуырып аламыз. Сосын бөлек пияз, сосын помидор қуырып аламыз да, дайын болған кезінде оған гречка қосып, тұз қосамыз. Тұздың үстіне су қосамыз. Соусқа бөлек укроп, сосын 2 ас қасық, 3 қасық қаймақ қосып дайындаймыз. Котлеттерімізді барлығын тізіп шығамыз да, үстінен помидорларды қойып шығамыз. Помидорларымызды әрбіреуіне, әрбір котлеттің үстіне қойып, оның үстінен бағанағы дайындалған соусымызды жағып шығамыз. Соусымызды жаққаннан кейін ең бетіне сырды үстіп қойып шығамыз. Ең соңында қақпағын жауып, жарты сағатқа дайын болғанша бұқтырып қоямыз. Бітті, тамақ дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Калиева Алтынай. Тез әрі дәмді тамақ, қызыл саңырау құлақтар.